Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Керек Дерек каналының жүргізушісі Тәттігүл. Сіздерге бүгін Симаронның тағы бір жаңа әдісімен таныстырғым келеді. Енді бұл сіздер үшін жаңа болуы мүмкін, кейбіреулер үшін білетін әдіс болуы мүмкін. Осыған дейін мен сіздерге Симаронның 9 деген санына байланысты әдісін көрсеткен болатынмын. Ол видеоны көрмеген кісілер болса, қазір төменге сілтемеге қалдырып кетемін. Видеоға соны көріп, өз өмірлеріңізде пайдалансаңыздар өте жақсы. Ол ақша шақыратын бір әдемі тамаша әдіс. Төмендегі барлық комментарийлерді оқып шықсаңыздар, сол видеодағы өте жақсы пікірлер келіп жатқанын, бұл әдістің жұмыс істейтініне көздеріңіз жетеді деген ойдамын. Бүгін енді Симаронның әдісі ол ПВБ деп аталады. Бұның расшифровкасы, яғни біз бұл әріптерді ашып көрсететін болсақ, пошел вон болван деген сөз шығады. Осы сөздер бұл енді өте дөрекі естілгенмен, бірақ бұл адамның көңіл күйін көтереді. Кез келген негатив жағдай ойлап қалсаңыз, негативті ой болса, негативті біреуден іс-әрекет көрсеңіз, жағымсыз сөздер естісеңіз деген сияқты, міне осы 3 әріпті тезірек ПВБ деп айтып, осы жаман ойды кері қайтарып жіберуге болады. Бұл дегеніміз іс-әрекетке, оқиғаға, белгілі бір адамдарға да байланысты қолдансаңыз болады. Яғни осыны айтсаңыз, ол адам болсын, ол жағдай болсын, сізді айналып өтетін болады. Осы ПВБ әдісін қолданып көріңіздер. Қолдансаңыздар, нәтижесін көрсеңіздер, міндетті түрде комментарийға қалдырып кетіңіздер. Қазір енді сіздермен танысу үшін өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып кетіңіздер төменге, және қай қаладан, қай облыстан екендеріңізді жазыңыздар. Мен де сіздермен танысқым келеді, сіздер туралы көбірек білгім келеді. Жақсы, келесі видео шыққанша аман сау болыңыздар.